Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі 4 сабақ. 15 жаттығу тыңда, тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның иығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жазғана қарады. Әрі тоңған, әрі қорққан кішкене құс қалшыңдап тұр. Омар атай торғайды үйіне алып әкелді. Алдынан ыдысқа салып жем қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның жағдайын сезіп шығып кетті. Ол сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп қойыпты екен. Үсті де кеуіпті дейді. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бақшаны кім аралап келе жатты? Ол нені көрді? Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Оқиға жылдың қай мезгілінде болғанын ойлан. Оны неден байқадың дейді. Әр сұрақтың жауабы болатын сөздер, тірек сөздерді көшіріп жаз дейді. 11 сұраққа Омар атай кірді бақшаға. Екіншісі ол торғайды көрді. Үшіншісі ол тоңып қорқып тұр еді, сондықтан жалтақтана қарады Омар атайға. Төртіншісі күз мезгілінде ағаштардың жаңбырдың екенін білдім. Бұл оқиға күз мезгілінде болған. Яғни бұл жерде ағаштарда жапырақтар жоқ, жаңбыр жауған, күн суық кез. Я балалар, содан біз күз мезгілінде болған байқасақ болады бұл оқиғаны. Осылай жазып қоясыздар балалар жауабымен. Келесі жаттығуымыз тыйым сөздерді көшіріп жаз дейді. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты да атпайды деп жазылған. Бұл жерде мәтінде. Бұл оны тиым сөздерге байланысты екен. Өз ойымен бөлістейді. Бұл жерде өткені себебі деп нақты жауабын түсіндіреміз. Бұл жерде тиым сөздер атуға болмайды, құсты атпайды деген сөздер. Өткені құстарда табиғаттың тірі жандары, біз сияқты, балапандары жетім қалады. Яғни балапандары аш қалады. Сондықтан біз балапаны бар құстарды, негізі жалпы құстарды олай өлтіруге болмайды, атуға болмайды. Осылай көшіріп алыңыздар балалар. Келесі жаттығуымыз қоян деген тақырып деген 17 жаттығу. Орын ауысып кеткен ертегі бөліктерін құрастырамыз. Балалар, бұл жерде мысалы 4 бөлікке бөлінген. Мысалы қоян туралы мәтінде бірінші бөлікте мысалы қоян күнделікті әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім оны қуа берген соң қорланып өзі қатты ыза болады дейді. Бұл бірінші бөлім. Біріншісі жазамыз. Екіншісі мен көрінген деген сөзден нәрседен сескенемін деген сөздерден басталған. Бүйтіп жүргенше дейді, әркім қорқытап жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра жөнеледі дейді. Кейінгі үшінші бөлім су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өткен қоянды үркіп тас талқан болады дейді. Сонда қоян ойланып 4-ші бөлімді менен де қорқатын хайуандар бар екен деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады дейді. Осылай біз мәтінді бөліктерін орын-орнына қойып жазамыз. Мен сіздерге белгілеп қойдым, сол бойынша жазасыздар. Және бұл жерде ертегідегі негізгі ойға, мысалы осы мақалдардан қайсысы сәйкес келеді дейді. Мен қорыққанға көз көрінер деген мақалды алдым, балалар. Қорыққанға көз көрінер деген сөз қатты қорқаққа жақсы нәрседе жаман болып көріне береді деген сөз. Балалар, түсінікті болды ғой. Мен каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар балалар. Мен каналымда 2-ші және 3-ші сабаққа арналған қазақ тілі математика сабақтары жүргізіледі. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.